Баршаңызға сәлем. Осындай жаңа жылдық мандаринки салатын дайындаймыз. Ал кеттік. Тауық етін, жұмыртқа, сәбізді қайнатып пісіріп аламыз. Тауық етін ұсақ қылдырып турап аламыз. Укроп турап саламыз. Ұсақ көзді теркадан 120 грамм сыр өткіземіз. Дәл жаңағы теркадан 3-4 піскен жұмыртқаны өткізіп салатқа қосамыз. Екі чеснок ұсақ қылдырып турап саламыз. Өз қалауымыз бойынша тұз, перец, майонез салып араластырамыз. Салатымыздан қолмен 7-8 шарик домалатып жасаймыз. Сәбізді қайнатып пісіріп алған соң, ұсақ теркадан өткіземіз. Енді кез келген салафан немесе пищевой пленканы аламыз да, бетіне теркадан өткізілген сәбізімізді дөңгелетіп саламыз. Үстіне шаригімізді қойып, пищевой пленканы ораймыз да, мандарин жасаймыз. Осындай мандарин шықты. Енді мандариннің таяғын жасау үшін бетіне петрушка жапырағын қоямыз. Мандариніміз дайын болды. Осындай әдемі, дәмі да керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал видео ұнаса, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош сау болыңыздар.